Өңіріміздің бір қатар кәсіпорындары инфрақызыл жылыту жүйесіне көшуде. Ол дегеніміз төбеге тартылған электрлі жылыту пленкасын күн жүйесі секілді жұмыс істейді. Жасыл экономикаға көшу барысында пленкалы электр жылыту әдісі таптырмас дүние. Жаңа технологияның артықшылықтар жайында Гүлнар Сайлауқызы баяндайды. Мына шағын ғимарат Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Мұнда 10-шы кәріздік насостық станция орналасқан. Бұрындары бұл нысан мүлдем жылытылмай келіпті. Осыдан 2 жыл бұрын олар электрлі пленкамен жылыту әдісіне жүгінген. Қазір ғимарат іші жылы әрі энергияны да әжептәуір үнемдеп отырмыз, дейді серіктестіктің бас энергетигі. В рамках реконструкции установлены система отопления ПЛМ. Бұрын ғимаратымыздың іші салқын болатын, қабырғалары ылғалды болып тұратын. Қазір оның бірі де жоқ. Электроэнергиясында 20%-ға үнемдеп отырмыз. Енді басқа да станцияларға осы әдіспен жылу берсек деп отырмыз. Инфрақызыл жылыту жүйесі елімізде кең таралмаған. Әзірге тек ол 6 нысанға ғана орнатылыпты. Оның 4-еуі біздің солтүстік Қазақстан облысында. Жылу берудің жаңа әдісінде күн жүйесінен жылу алу режимі жұмыс істейді. Яғни пленкалар еденге емес төбеге орналастырылады. Ал одан шығатын қызуды тетік арқылы қадағалап отыруға болады. Система абсолютно безопасна для здоровья. Бұл жүйе өте тиімді, денсаулыққа зиянды емес. Ресейлік денсаулық сақтау министрлігі тексерістен өткізген болатын. 45 градустан артық қыздырмайды. Адамдар жылуды өздері реттей алады. Қазір шет елдердің көбісі осы жылыту жүйесін таңдайды. Қосымша құралдар керек емес, тіпті арнайы электр есептегіште қажет емес. Жаңа әдіспен ғимарат үшін 1 сағатта жылытуға болады. Арнайы жабындысы бар пленка су тисе де жұмыс істей береді екен. Әрі артық шу да болмайды. Осындай бірегей жүйе бойынша жұмыс істеп жүргендер қаражат болса 2017 жылғы экспоға атсалыспақ ойлары бар. Гүлнар Сайлауқызы, Анатолий Беланок, ақпарат.